негізгі мына осындай тоже үлкен кездесуде сұрақ болды да, қыз баласы тұрып айтады. Негізгі қыз баланың мешіті өзінің шаңырағы дегенге қалай қарайсыз? Енді қалай айтса болады, бір қызық нәрсе айттыңыз. Негізі мешіт ғибадатхана. Пайғамбарымыз мешітке барам деген әйелге қолынан ұстама деген, яғни тоспа деген. Ол енді мешіт бәрімізге бірдей тең нәрсе да. Ол жерде енді адамның ұлтына, жынысына қаралынбайды. Және енді есікті де құлыптауға тыйым салынған, бірақ енді қазіргі заманның талабына сай амал жоқ құлыптаймыз. Бірақ жаңағыдегі әйел кісінің енді үйде отырсын, немесе шаңырақ басында отырсын деген сөздер кейбір бауырларымызда айтады деген мен ойлаймын. Енді рас, ол әйел деген бірінші орында ана. Ол шаңырақтың басында отырса, баланың жанында отырса, балаға да, шаңыраққа да пайдасы көбірек. Жұмыс басты болған әйелдердің семьясының қиыншылығын көп көреміз. Оларда бала болмайды, бала болса да тәрбиесі қиын болады. Себебі ана сияқты әке тәрбие бере алмайды. Көбінесе қазақ оны анық шешіп кеткен, әкенің қадірі жездеде яқ деп. Енді ол сөзіңізге бір жағынан қосылған менен, жаңағыдай рас, ол шаңырақтың біздің қазақ жаңағыдегі әйел кісіні қамшының сабына теңейді, бір сөздерінде үйдің ортасындағы діңгекке теңейді. Екеуі де керемет теңеу. Мысалы, жиренше шешенің жұбайы дүниеден өткенде естіртуге ешкім барамағанда сол бір кісі барып қамшың сынды деген екен. Яғни енді қамшысыз қалдың деген сөз болды ғой енді ол. Ат мінамайсың, бір дұшпаныңа, бір жерде өзіңді қорғана алмайсың, жаңағы болды енді ол. Тіреуің кетіп қалды деген мағынада керемет сөз. Немесе ер азамат, мысалы, үйдің жаңағыдегі шатыры болса, мысалы енді жауын шашыннан қорғайтын, жаңағы қорған бола білетін. Бірақ ол шатыр астындағы ұстынсыз тұрмайды. Жаңағыдегі үйдің ұстыны әйел кісі деп айтады. Сіздің сөзіңізде үлкен жан барлығына қосылам деген жағым осы жақ еді. Өйткені әйел кісі расында да үйге көбірек қараса, түзден көрі, даладан көрі. Үйге көбірек көңіл бөлсе, сол үй шатырда құламай, қабырғаларда уатылмай тұрады. Ал сол ұстын егер сыртқа қарай шығып тұрса, жаңағыдегі бәр жағы шайқатылып тұрады. Ал бірақ екінші жағынан енді жаңағыдегі өмірде қыз баланың да орны бар. Біреу ақын болуы мүмкін, Дина апамыз сияқты. Жаңағыдегі ол кезде рас енді бала шағасы құрбандық болады енді. Жаңағыдегі ананың мүмкін махаббатына тоймай, құшағына тоймай өсет. Өйткені анасы түзде, халық қызметінде. Бірақ енді ол ілуде бір болғаны жақсы ғой. Әрдайым ана олай сыртта болғаны дұрыс емес, орын емес. Ал мешіт мәселесіне келсек, мешіт орындарында тек жаңағыдегі арнаулы уақыттарда барғанға не қылады, дегенмен мешітімізді әйел кісіден тыю жақсы болмайды. Ал намаз мәселесі қайтадан сіздің сөзіңізге жақсырақ болады. Пайғамбарымыз айтады, намазды үйде оқығанда әйел кісіге барынша түкпір тамға, ең шеткі, ең қуыс бөлмеге қарай оқығаны жақсы дейді. Жаңағы өзі үйінің ішінде, себебі әйел кісі өзін еркін сезінеді, барған сайын анау жат көзінен жаңағы еркін түрде өзі оқиды. Мысалы, үйдің сыртына шыққан сайын, мысалы, есіктің алдында тұрып, немесе солай қарай, мысалы, есіктің алдындағы бөлмелерді холл дейміз қазір кезде, баяғыда веранда дейтін. Мысалы, сондай жерлерде тұрып намаз оқулары әйел кісінің ол кісіге қандай да бір қиыншылық тудыртады. Себебі өткен кеткен қарай береді. Мысалы, жаңағы мүмкін ол көңілімен беріліп бір дұға қылмақшы шығар. Жаңағы әйел кісі жұмсақ болады, көзіне жас алмақшы шығар. Сондай кездерде өзінің бір бөлмесіне кетіп қалғандығы абзал көреді. Намаз оқығанда ең шеткі, ең қуыс бөлмеге ұстанғанды дұрыс дейді. Ер жігіт әбден аяғына тұрып, анасын мойнына көтеріп, некеге күш барып келген екен. Сон жаратқаннан сұраған. Мен осы ана сүтіңді ақтадым ба деп. Сол кезде жауабы мындай болған екен. 100%-ның 1%-ын ақтадың ба, ақтамадың ба. Сол сияқты негізгі қара шаңырақтың өзінде де тәрбие беретін Алла.
екінші кесі бар. Бала 13 жасқа толғанда кәмелет жасына келеді деп, соғанға дейін әр баланың өзінің ойы болады. Бала тұрып айтады дейді, мамам бірдеңе біледі. 13 жастан кейін айтады екен, менің анам бірдеңе түсіндіріп жүр деп. 16 жасқа кейін кезде айтады екен, ай мамам дұрыс айтпай жүр деп. 20 жастан өткеннен кейін, жоқ, мамам білмейді екен деп. 25 жасқа толған кезде айтады екен, ай анамның тілін алуым керек еді деп. Енді анау сөзіңіздің шаңырақта тәлім тәрбие басынан беріп, жаңа басындағы сөзге қайтып келсек солай болып тұрмыз. Анасы басынан аяғына дейін тәлім тәрбие береді соқса. Мынау ананың енді орны туралы бір үлкен мысалы бір притча бар да, мындай мысал. Күндердің күн бір залым патша болыпты. Әлгі залымдығының енді шексіз адам екен енді. Керемет бір сол залымдықты ойламаса тұра алмайтын. Сол көрші елге көзі түсіп, жаңағыдегі оның байлығын, кеңдігін жанына бір екі жендет шақырады. Екеуіне айтады, екеуіңе тапсырма, 5 жыл осы көрші елде тұрасыңдар. Саудагер болып па, әйтеуір жамылып тұрасыңдар. Тыңшы ғой енді. Тапсырмам сол жерде майшат жасайсыңдар. Рахаттанып ойнап күлесіңдер, бірақ бірінші орындағы тапсырма сол елдің әйелін азғырасыңдар депті. Қыз бала әйелін азғырасыңдар. Болды. Қандай рахат жұмыс дейді ғой екеуі. Сөйтіп біреуін бір елге, көрші еліне, екіншісін басқа көрші, жанындағы көршісіне жібереді. 5 жылдан кейін алдына шақыртып алады. Сөйтіп айтады, қалай болды десе, біреу айтады, жақсы өмір сүрдім, рахаттандым. Бәрін көрдім. Тем более, енді тапсырмаңыз бір тамаша тапсырма, кілең жаңағыдегі әйелдердің арасында жүріп, соларменен ойнап күлу, ол енді одан рахат тапсырма жоқ дейді. Екіншісі үндемей тұр да, салбырап. Не болды десе, орындай алмадым тапсырмаңыз дейді. Неге десе, әйел кісі жат еркекпен сөйлеседі ғой, бірақ тек жұмыс барысында ғана. Сөйтіп көңіл бөлмей кетіп қала береді. Жанында ағасы болады, анасы болады, әпкесі болады, жалғыз ұстай алмадым қыз баласын. Жарайды енді әйел бар ғой деп, әйелге барайын десем, оларда да сонда ебалық бар. Тек жұмыс барысында сөйлеседі, басқа шаруасы болмайды менімен дейді. Бірақ сол сіздің тапсырмаңызды енді мықты орындай алмадым дейді. Сонда патшаның айтқан, мынау елге, анау әйелі азған елге соғыстың да қажет жоқ, қазір әскермен қоршаймын, қиратып жіберем дейді. Өйткені әйелі азған ел, ол тозған ел. Ол баласына не тәрбие береді? Өзі көшеде жүрсе, өзі арақ шарап ішіп жүрсе, азып тозып жүрсе, оның баласы да далада жатыр. Отанына да еліне де қарамайды ол да. Оны қазір-ақ барамыз дейді. Дайындаңдар дейді әскерді. Ал бірақ мынау сенің барған еліңе деп екіншісін айтады. Енді қоя тұрайық оны дейді. Ана деген қадірі бар. Әйел баланың, қыз баланың орны бөлек болған ел екен, одан ұзағырақ тұрайық дейді. Біраз азсын, біраз тозсын депті. Ана үлкен мектеп. Оны енді қадірін біреу біледі, біреу білмейді. Бірақ қарапайым мектеп емес, бәлки бүкіл ұлттың, бүкіл халықтың мектебі. Сол мектеп дұрыс болмай, ұлт дұрыс болмайды. Расында да, мысалы, енді ананың өзі бір қандай да бір мамандық иесі болғанмен, үйінің ішіне деген махаббаты, өзінің үйіне деген жақындығы көп болу керек. Барған сайын көп болу керек. Түзден гөрі үйде жүргені жақсырақ болса керек. Біздің мысалы не дейді, психологиямызда сондай ғой. Ер азамат үйде көп отыра алмайды.
отырса, ол негізі ерлік қасиетінен айырылады өзі. Майда сөзді болады, жаңағыдегі әр нәрсеге мұрнын тыққыш болады, жаңағыдегі жараспайтын қылық болып кетеді оның тірліктерінің бәрі. Ер азамат негізі өзі жаратылысынан сондай ғой, бізде мысалы анау психологияда сөйтіп үйретілмей ма? Еркектің мышлениясы дейді ғой, ойлау қабілеті глобальный, да, үлкенірек болады. Майда нәрсеге миы жетпейді. Әйел кісіні керісінше үлкен нәрсеге қарамайды, майда нәрсеге қарайды. Өзімізде білеміз, мысалы, апамыз бір жерге қойып, бір затты оңай жерге қоя салады. Біз оны іздеп жүреміз. Қайда дейді? Анда тұр ғой десе, қараймыз, мыналарға дейді, енді тұр маңдайына жабыстырам ба, енді қайтем дейтін. Жаңағыдегі да. Бізге ізде десе, ер бала жүгіріп барамыз да осы аспанға қараймыз. Тұр іліп қою керек. Алдыңда тұр ғой, мұны сәл көзің түсіріп былай қарай дейді. Мысалы, сол жердегі қыз бала іздесе, ол біз сияқты бүйтіп, көзін аспандатып іздемейді. Жай ғана бүйтіп осы көзінің алдын қарайды да. Оны жаңағыдегі көп жерде айтатын, мешіттерде, уағыздарда әдейі айтамын. Әйел кісілерде фар, ближний фар болады да, жақын. Дальний ұрмайды. Өйткені ол үйге керек қойын, ол дальний керек жоқ ол кісілерге. Мысалы, еркекке ол түзде жүреді, ол әскер болады, ол отанын қорғайды, ол далада жүріп мал табады. Оған дальний фар керек та. Ближний керек жоқ оған. Жанбайды ол ближний, көрмейді оны. Кілең жарқырап осы былай қарай береді. Ол енді адамның сүйек қаңқасынан бастап, осы жаратылыстағы сүйек қаңқасынан бастап, ойлау қабілеті, табиғаты, сезіміне шейін осылай біраз айырмамыз бар ғой. Мысалы, әйелдің мен еркектің екеуінің орны үйде ауысып кетсе, ол ақырет болады. Ақырет болады. Одан гөрі әркім өз орнын білгені жақсы. Бізде, мен мысалы, қыздар көп, енді егер ұлдар отса, ұлдарға айтар едім, мысалы, қазіргі кезде жігіттерде еркектің өзі аз қалды. Себебі бірінші орында майда сөзді болып кетті, сөз таситын. Екінші орында жаңағыдегі білмеймін енді, жаңағыдегі біраз қасиеттері, бір түрлі баяғы қасиеттерін біздің қазақылық қасиеттерден айырылып баратқандаймыз. Бірақ оған кінәлі тек еркекте емес та, ата, ана екеуі бірге ғой. Кейбір орындарда әдейі айтам да жүрем, бір семьяда әйел басқарады өйткені. Әйел басқарады. Сол әйел басқарғанда семьяның бұзылуына да алып баратын сол. Өйткені, ойлаңыз, қыз бала бір үйде тек әйелдің басқаруын өскеннен кейін, ол қыз бала басқаға өз басын, семьясын құрғанда, мен басқарам деп барады. Яғни, ол өйткені басқаруды көрді, ұяда соны көрді, ұшқанда соны іледі. Ал еркек басқарған семьяда қыз бала жаңағыдегі солай болып өсті тәрбиемен. Қыздың, мысалы, өзінің орнын біліп өсті, барған жерінде де жақсы ана болып өседі. Өзінің орнын біліп өседі. Бекер айтпайды ғой. Мысалы, бір хан болған екен, ақылды қызы болған. Енді бір қыз баласы сол ойнап отырғанда, мұндай уәзірлерімен сөйлесіп отырып, хан бір сөзін айтып қалады. Еркек деген сондай мықты болады, ол жаман әйелді де дұрыстайды, жақсын да дұрыстайды десе, ойнап отырған қызы айтыпты. Әке, қателестіңіз депті. Осы жерде. Енді ана уәзірлерінің алдында айтқаннан кейін ұялып қалады бұл кісі. Не болды десе, негізі менің ұстаздарымнан естетіне, мен ол оқытады ғой ханның қызы болғасын. Не деген үлкен даналарды алып келеді. Мен ұстаздарымнан естігенім, ерді ер қылатында, жер қылатында әйел еді. Сіз осы жерде дұрыс айтпадыңыз ау дейді. Сонымен ашуланып, ондай болса көреміз дейді да, қолынан ұстаған күйі сол 13 жасар, 14 жасар қызын елдегі бір мешел, аяқ қолы істемейтін, кедей адамның үйіне алып барады да, анау сенің күйеуің деп некесін оқытып тастап кетіпті. Ашуланғаннан. Жылдар өтті дейді. Мемлекет басына әртүрлі күндер туды. Жарқырап күнде шықты. Қара болып бұлтта келді. Біраз уақыт өтеді, қызын да ұмытыпты. Күндердің күні ханға жаңағыдегі осы елдің атақты көпесі жолығуға кеп тұр депті. Бала шағасымен, яғни жанұясымен сізге жаңа бір сөйлесіп, танысып кеткісі кеп тұр депті.
Ең үлкен көпес дейсіз ба? Иә, осы енді осы сіздің еліңізде қанша базар болса, соның егесі сол. Керек болса біздің хандығымызға да анда-санда қарыз беріп тұрады. Сондай бай адам. Не дейді? Алып кел, көрейік, танысайық ондай адаммен. Не деген жақсы? Кірет, енді нұрлы бір жігіт, жаңалдегі жауырыны қақпақтай, ойлы, көрініп тұр сондай ақылды кісі екен. Отырады, екеуі біраз әңгіме құрады. Ұнайды ана кісінің сөзі де, ұтқырлығы да. Сондай бір енді соны сөйлеп отырып, осы мен қызымды осындай бір жігіттерге неге бермедім екен деп қызы еске түседі. Сөйтіп қараса, ар жағына сол қызына ұқсаған бір келіншегі отырды ана кісінің. Соған қарап отырып, мен қызымды да бір іздейтін уақыт болды ғой, дұрыс болмады соны деп ойлап отырып, енді жанұяңызбен таныстырыңыз дейді. Енді осынша бала шағам бар, енді балаларым сізге жаңа майда болғасын онша алып келмедім. Мынау жолдасым, сіздің қызыңыз дейді. Сөйтсе, әлгі баяғы Мешел екен да. Себебі, Мешел деген аяқ-қол істемейтін адам. Ол жалқаулығынан жатып қалған адам екен. Соны әлгі әйелі келіншегі тамақ бергенде аузына бермейді екен тамақты. Жанына қояды екен, өзің алып же деп. Соны алып болғаннан кейін арырақ қояды екен. Одан тағы да арырақ қояды екен. Жүруді үйреткен екен сөйтіп. Нан үшін істейді ғой бәрін. Тамақ үшін істейді адам өзі. Қимылдап. Тәтті қылып тамақ істейді, мысалы, иісін аңқытып. Бірақ алдына қоймайды да, анда қояды да. Енді сосын барады ғой, анау енді қарын деген құрыды жаңағы омыртқаға жабысып. Ашқаннан, сосын ананы бір жейін деп барады, амал жоқ. Сөйтіп қимылдауды үйретіп, ол қимылдағаннан кейін оның ер екенін есіне түсіртіп, жаңағыдегі соны үлкен істерге шейін алып барып, тіпті мемлекеттік дәрежеге шейін көтерген екен дейді. Соны айтып отқан кезінде хан қараса, ұялғаннан бармағын қанатып тістеген екен дейді. Бұл болды ма уақиға, болмады ма, бірақ өмірдің шындығы бар нәрсе. Ерді ер қылатында, жер қылатында әйел. Өзінің мысалы әкенің орнын білдіріп, балаларына жаңағыдегі анасы ортада переводчик болатын орындар бар. Мысалы әкесіне бала бірден сөйлей алмайды. Анасы тұрғанда. Оның дәрежесін әкесі көтеріп тұрған жоқ, ол күшпенен жаңа баланың үстіне зорлық қылып жоқ. Ана ғой оны істеп тұрған. Жаңағыдегі әкең ашуы жаман. Қабағына тура қарауға болмайды. Жолын кеспе, өзің білесің деген сияқты тәрбие балаға сіңіп өседі. Сөйтеді, ол үшін әке деген үлкен кісі. Оның алдына бару үшін бірінші анадан өту керек болады. Сонымен ақылдасады бірінші. Бір қыз көріп едім, соны үйленейін деп едім. Әкеме айтамыз ба деп, мысалы, баланың өзі мысалы сөйтіп өседі. Қарасаңыз, сол әкені асқар тауылған, сол таудың баурайындағы бұлақта негізі. Егер сол бұлақ болмаса, анау тау шіріп, тозып, тау емес кішкентай төбе болып қалар еді. Бірақ сол бұлақ сол жерде аққан үшін көкорай шалғын жаңағыдегі баурайына бүкіл киігі де келіп, бүкіл орманы да өсіп, тауда биіктеп, әсем болып тұрған табиғаты да содан екен. Сол сияқты ана, мысалы, ол әркімнің өзінің орны. Мен мысалы тек әкені мақтағым келмейді, бірақ тек ананы да мақтағым келмейді. Екеуінің өзінің орны болса, қандай үлкен нәрсе. Әке өзінің орнын білсе, ана өзінің орнын білсе. Өйткені біздің пайғамбарымыз айтады. Семья, жанұя деген бұл мемлекет дейді. Бір мемлекетте бір-ақ патша болады. Қазір кезде анау бір гуманистік сондай ойлар бар ғой. Біз семьяда бәріміз тең құқығдамыз дейді. Ол семьяда тәртіп жоқ деген сөз негізі шындап келген. Оны әдемілеп айтудың қажеті жоқ. Кім көрінген қалай болса солай сөйлейді деген сөз о жерде. Әкеге тұрып ұл сөйлейді деген сөз. Анаға тұрып қыз сөйлейді деген сөз. Тең семьялы деп оны сыпайылай салды ғой. Ол ондай, ол жерде тәртіп жоқ ол. Кім болса сол білгенін істеп кететін семья ол. Бәлки
бір мемлекет, ол бір мемлекеттің бірақ басшысы болады дейді. Ол әке деп айтады. Себебі енді ол діни тұрғыдан әлбетте жан ұясы үшін Құдайдың алдында жауап беретін анадан бұрын әке екен. Әке, өйткені әкенің фамилиясын көтеріп жүр ғой сол семья. Сол әкені жауапқа тартады екен. Сенің жанұяңда неге нашақор шықты? Сенің жанұяңда неге арақбас шықты? Неге құмарбас шықты? Неге залым шықты? Неге ағалым шықты? Деп жауапқа алатын да Алла бірінші сол әкеден бастайды.